орыс қал үстінде жатыр. НАТО соңғы кезде әскери шешімін шығарды. Әскери біз Украинаны соңғы мүмкіндігімізге дейін қолдаймыз деді. Ал Америка ресми түрде оларда мәлімдемесін ашық көрсетіп отыр, Украинды қолдау жалғаса береді деді. Қазір міне жалпы беттік Қытайға, Ресейге қарсы әлемдік толқын туып тұр. Мен осы арада қазақтарға ескертем. Тоқаевтың күні ұзаққа бармайды. Қытайда үлкен өзгеріс болады, Қытай тасталған болады. Оны біз айттық па? Міне келе жатыр. Қытайға экономикалық санкцияны салғызамыз деп 17 жыл айттық па? Салғыздық, е? Қытайда ақша құнсызданады дедік пе? Құнсыздан. Қытай экономикасы тасталған болады дегенде бүкіл дүниені тауармен қамдаған әлемнің екінші үлкен экономикалық тұлғасы, бүкіл дүние жүзінің екінші үлкен экономикалық тұлғасы Қытай банкрот болады дегенге кім сенеді? Біз соны 17 жыл айттық. Айттық па? Қазір міне 21-22 жылы Қытайдың 95% тауар таситын кемесі теңізде қаңтарылып тұр. Бос, тауар жоқ. Осыны іске асырдық па? Асырдық. Соның бір ішінде маңызды үлес қостық па? Қостық. 17 жылы біз осы әңгімені айтқанда жұрт бізге күлген. Манау қандай шөп шегесің деушілер болған. Қандай шөп шегесің? Ол Қытайың деген, ол Китай деген, Великая Китай деген. Мынау сорлы құл, Қытай құл қазақтар, орыс құл қазақтар көбейген заман. Великая Русский, Великая Россия дейін бітті. Енді сол Великаң міне, Великаңның жердің түбіне кеткелі тұр. Қытайыңда, орысыңда құрығанда қазаққа үлкен азаттық келеді. Сондықтан мен міне жерде қазақтарға айтам. Тәубелеріңе келіңдер. Бірінші, мынау біздің алдымыздан ор қазатын, артымыздан оқ ататындарға айтам. Бізге бір тиын. Мейлі сен қандай ниетпен, мейлі. Бізге бір тиын. Бізге бір тиын. Біз танкіміз, бізге бір тиын. Біз таптап өтіп кетеміз. Кімің бол, оның бол. Екіншісі, Қазақстан ұлттық қауіпсіздігі қазір бізден қауіптенгені соншалық, іштен ірітуге, сатып алуға, іштен бір-бірімізге қарсы айдап салуға, ананы мақтап көтеріп, артына жел беріп, амбициясын оятып, шайтанын қоздырып, бірімізге бірімізді айдап салуға, сосын ішкі жақтан ірітуге, жамандауға, өсектеуге Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитеті ресми тапсырма берді. Қазір жан жақтан кәдімгі біз қытайшылдар деп атаған. Анығында қытайшылдар емес, оның ішінде ресейшілдер де бар. Қытайға жұмыс істейтін де бар. Күншіл, міншілі де бар. Кезінде бізден таяқ жеген делдалдар бар. Кезінде біз банкрот қылып, үгіттеп жүр, банкрот қылған пирамиданың алаяқтар бар. Қаржы пирамидасының. Жалғамалы сату дейді, жаңағы тізбектеп сату дейді. Соның атам бәрі қысқасы бір топ. Олар осы басқа шаруа жоқ мына жер бетінде мына. Басқа шаруа бітіп қалған тек бізбен алысып жатыр. Неге? Себебі біз олардың ұйқысын қашырып жатырмыз. Олар қорқады. Ал халқым, бізбен бірге болыңыздар. Біз әрқандай кедерге қарамаймыз. Себебі біздің жауымыз. Міне, қазақтың ата жауымен алысып отырмыз. Міне, қазақты қынадай қырып отырған Тоқаев кім? Ол орыс. Тоқаев орыс. Тоқаев орыс. Сол ата жау қазақты қынадай қырып көгертпей, көктетпей келген орыстың құл екендігінің дәлелі билікке сайлана салып Путиннің аяғын сүюге кетті. 2 миллион орысты қазақ жеріне неге кіргізді? Қазақстанды ресми түрде орыстың бір губерниясы, орыстың бір территориясы қылып жасап отыр. Неге бүкіл Қазақстандағы болашақ бағдарламасымен Еуропа, Америкаға келді, мейлі оқысын оқымасын, е? Өңкөй Байбағланның баласы келді бір кезде. Шынай таланттар болды, бірақ аз болды. Өңкөй жаңа депутат, ең сорлы ауданның әкімінің баласы келді. Әйтеу көрді. Мына Америка расында ұлы ел екен, бірақ орысша білмейді екен, е? Сонда орысша білмесе де мындай үлкен, мықты дамыған ел құрады екен. Ойбай, Англия деген. Қандай қуатты мемлекет, қандай қуатты техника, технология. Бірақ орысша білмейді екен. Сонда орысша білмей тұрып та ақылды болуға бола ма? Деп ауыздар ашылып қалды ана көк милардың. Себебі олар енді бүкіл дүние орыс тілінде сөйлейді. Ана орыстың жаңағы шошқаның батпағына сідігіне малынып жатқан алқашы, ол мына бүкіл дүниенің ең керемет деген Эйнштейннен де ақылды деп сеніп кеткен сұмырайлар, мына Англия мен Американы көріп, деп қалды ғой енді. Сөйтіп
елдеріне қайтып келіп, орысша білмейді екен мына. Жапондар жақсы, мына америкалықтар жақсы, бірақ бір жаман жері орысша білмейді екен деп келді енді олар. Сөйтіп ақырын адам болады да, біртіндеп орманнан түсіп, жүндерін жұлып адам болып кетеді де, сөйтіп мана коммунист маймылдар ғой, кәдімгі ата бабаларынан коммунист қаншасыншы ұрпақ? 1917 жылғы коммунист қазақтардан бері қарай келген қанша ұрпақ? Хайуан болып кеткен ғой, маймыл болып кеткен бәрі кәдімгі. Қазақты жек көреді, өздері қазақ, көздері қысық, беттері жалпақ. Онысымен қоймай, қазақ десе жек көреді. Қазақ десең өзіңе тиеді дейді. Қазақты біздей сүю керек. Қазағың деген мыңдап артыңнан тас атып, қан жосағып, өсектеп, жамандап, жаппаған жалас, жақпаған күйесі қалмай жатқанда, соның өзінде қазағым, менің қазағым деп аңырайтындай махаббат болу керек қазаққа. Міне, ол ұлтын сүю деген сөз. Ұлтыңды сүю, махаббат. Біздің ол құлданып кеткен, мынау жаңа бәлеқор, жалақор болған, тіпті кезінде біз жұлдыз жасағандар бізге қарсы үреді деп, мен осыдан бір апта бұрын айтып қойдым ба? Тұр, міне. Мен соның бәрін біліп айтып қойдым. 2020 жылы қыркүйектің 7 күні Атажұрт 3-ші мәрте бөлшектеуге ұлттық қауіпсіздік істеніп, жұмыстанып жатыр дедім. Арасынан бір ай өтпей, потенциалы қозып, амбициясы оянған адам бізге қарсы үріп шыға келді. Біз айтамыз, мың Атажұрт болды, Қытаймен соғыса беріңдер. Бірақ кимеңдерші, айналайындар. Жұмыс жетеді. Маған тек ана 100 миллион Қытай коммунистін қалтырыңдар да, қалған Қытаймен өздерің соғыса беріңдер дедім. Таласпайын, 1 миллиардтың маған 100 миллионын қалтырың. Сендер соғысы жау жетпей қалатын болды, ойбай біз өлтірек десек Қытай қалмай қалды деп уайымдамаңдаршы, маған тек 100 миллион коммунистті қалтырыңдар да, өздерің соғыса беріңдер қалған. Жоқ. Олар қайтеді, сахнадан алдымен Серікжанды құрту керек, Атажұртты теу керек, жалалау, қаралау керек. Сол Серікжанның кесіріне мына қыста апат болып жатыр. Сол Серікжанның кесіріне мына Қытайда жаңа кризис болып жатыр. Сол Серікжанның кесірінен мына күресейін десе қалған Қытай жоқ, кіммен соғысады? Найзаларын ұстап, сахнаға шығып ап жоқ. Сол Серікжан оңбаған, оларға жұмыс қалдырмай қойды. Сол Серікжанмен одақтасайын десе, одақтаспай қойыпты да. Енді қайтеді, енді соғысайын десе, соғыса алмай қапты. Міне, анау баяғыда Қытайда Лушин деген жазушы болған, демократ, мына коммунисттер келуден бұрын өліп қалған. Соның бір сөзі бар еді жаңағы. Акиу ма, Кумижи ма, бір несі бар ол. Сонда айтатын, төңкеріс жасайын десем рұқсат бермей қойды дейді. Төңкеріс жасайын десем рұқсат. Сол сияқты, мына қазақтарда сол, ойба, оңбаған, Серікжан анау, Серікжан мынау. Бізге бәрі.